Кешкі асқа осы лагман түрін жасадым. Мен әрдайым осы рецептпен жасаймын. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Етті ұзынша етіп турап аламыз. Барлығы осындай пішінде болып шығады. Одан кейін табамызды қыздырып, май құйып, етті салып, жақсылап қуырып аламыз. Бұған ешқандай су қоспаймыз, өзінің сөліне қуырамыз. Пияз бен сарымсақты осылай турадым да, оны да қосып жақсылап қуырамыз қызарғанша. Одан кейін 4 ас қасық соя қосып, жақсылап араластырып, қақпағын жауып, 5-6 минуттай қуырамыз. Ет осы кезде толығымен пісіп қалды. Енді көкөністерді осылай ұзынша етіп турап, барлығын саламыз да жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз, қызыл бұрыш, паприка, өзіңізге ұнайтын дәмдеуішті қоссаңыз болады. Жақсылап араластырып, 1 ас қасық толтырып томат саламыз. Одан кейін үстіне пекин капустасын саламыз. 1-2 минут шамасында араластырып қуырамыз. Үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды керегінше құямыз. Мен көбірек құйдым. Ұзынша етіп туралған картопты да қосамыз. Қақпағын жауып, картоп піскенше қайнатып аламыз. Лотос тұзын қосып жіберсеңіз, тамаққа жақсы дәм береді. Менде дайын лагман қайнап тұрған суды 3-4 минут қайнатып аламыз. Картоп піскен соң бұрыштарды салып 2-3 минутқа бұқтырып аламыз. Осы кезде тамақтың тұзын көруді ұмытпаңыз. Осымен кешкі асқа лагманымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.